Мына қызықты қараңыз. Атақты басшы Әмір Темір Түркістандағы Тайқазан, Санкт-Петербургтағы Эрмитаж және де Өзбек және осының барлығын байланыстыратын бір оқиға бар екен. Оқиға былай басталды. 1399 жылы Әмір Темір Тайқазанды ерекше әдіспен соқтыртып, қазақ жеріне мұра етіп тастап кетеді. Содан бері Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде тұрған етін, Бірақ 1935 жылы мынау Эрмитаждықтар келеді да, Түркістан бір рет бере тұршы дейді да, алады да, аумин Аллаху акбар, жоқ қылады. Содан бері одан іздейтін, жоқтайтын адам табылмайды. Бірақ бір күні мына Өзбекәлі ағамыз жарқ етіп шыға келеді, ресми ақпарат архивтен тауып алып, бұл біздікі қайтарыңдар дейді. Бірақ Ресей қайтарғысы келмейді. Түрлі әдіс, айла тәсілдер қолдану арқылы қайтармақ түгілі Тайқазан есіктен шықпайды екен, ол Эрмитаж музейінің қабырғасын ба терезесін бұздырып тұрып алып шығып 89 жылы елге қайтарады. Ойлаңызшы, совет заманының өзінде сондай нәрсе жасап жүрген ағамыз жайында және басқа да оқиғалар жайында мына кітапта жазылған. Бұны оқып қана қоймай, миллион теңгелік жүлде қорына қатысқыңыз келсе, төменге плюс белгісін қалдырыңыз.